Корей тілі бірінші деңгейдің екінші кітабының мына сабағы, Корей мәдениеті жайлы сабағы, бірінші сабақ. Бүгінгі Корей мәдениеті жайлы сабақта Кореяда жаз бен қыс мезгілдерінде жиі ішілетін тағамдар жайлы болады. 한국에서 여름과 겨울에 자주 먹는 음식. бірінші 여름. 냉면은 бірінші жазда ішетін тамақтар. осылар жиі ішіледі. Мысалы, бірінші 냉면, мынау 삼계탕, мынау да біріншісі 물냉면, мынау 비빔냉면. 냉면, мынау 물냉면. 삼계탕. оны оқып және сіздерге аударып берейін. 냉면은 여름에 인기 있는 대표적인 음식이에요. 냉면 дегеніміз жазда сондай инки 있는 деген популярный адамдардың көп ішетін, жазда жиі ішілетін осылай негізгі тамақтардың негізгі тағам дейді. 냉면에는 물냉면과 비빔냉면이 있는데 면이 찬 얼음물에 담겨서 나오기 때문에 외국인들에게는 익숙하지 않을 수 있어요. дейді. 냉면 деген түрлері жаңа 물냉면, мындай су냉면 дейді, және 비빔 деген араласқан. 비빔밥 деген тамақ бар, араластыратын. және араласқан сондай 냉면 деген түрлі бар дейді. және осы 면 дегеніміз лапша, қамыр. осы сорпан. сол лапшасы чан орын дейді. мұзға, орын мөл деген мұзды суға салғандықтан, салғандықтан шетелдік адамдарға бір үйренбейтін, бір ерекше, басқаша болып 익숙하다 деген үйрену, дағдылану, сондай үйренбейді. шетелдік адамдарға жат көрінуі мүмкін дейді. олар үйренбеуі мүмкін дейді. екінші, осындай 삼계탕, 물냉면 жайлы түсіндірдім. өттік. бірінші екінші 삼계탕. 삼계탕도 여름의 대표적인 음식인데 냉면과 달리 이 음식은 아주 뜨거워요. мынау алғашқы екеуі жаңа мұзды суға салғандықтан салқын тамақтар. Ондай тамақ бізде жоқ, бізге сонда жат болып көрінеді. ал енді мынау 삼계탕 алдыңғы неге басқаша, 냉면нан қарағанда басқаша, бұл ыстық дейді. 한국 사람들은 뜨거운 음식을 먹어서 몸이 따뜻해지면 오히려 뜨거운 날씨가 시원하게 느껴질 수 있다고 생각하기 때문에 더운 여름에 삼계탕을 즐겨 먹어요 дейді. осы корейлер
한국 사람 корейлер ыстық тамақты ішсе адам денесі сондай жылы ыстық болады. Сондықтан керісінше ыстық күнде оған мысалы тамақ күннен де ыстық қой. Тамақ күннен де ыстық. Сондықтан ыстық тамақ ішсе даладағы ыстық оған салқын сияқты сезінеді. Салқын сияқты сезіледі деп ойлайтындықтан олар ыстық жаздың ыстық күндерінде осындай самгетамды көп ішеді дейді. Шілге мықты деген сондай көп ішу, рахаттанып ішу дейді. Және тағы да жиі кездесетін сөздер мынау шионғада деген сондай рахат деген салқын деген сөз негізі. Бірақ ыстық нәрсені де шионео деп айтатын кездер болады, сондай жақсы нәрселерді, рахат нәрселерді. Охиро деген керісінше деген сөз. Міне осы неде сабақта кездескен нелерді сіздерге білмейді деген жаңа деген сөздерді алып мына жерге аударып шықтым. Екінші, қыста ішетін тамақтар. 겨울, қыс. 12월에는 던지라는 절기가 있는데 이때 사람들은 밭으로 뜨거운 던지죽을 만들어 먹어요. 정지 12-ші айда желтоқсанда осындай 던지 деген сондай не бар, мерзім бар, уақыт. Сол кезде адамдар паттыро дейді. Пат деген сондай бұршақ. Мына жерде шығады. Пат ловия дейді ғой бізде. Үрме бұршақ, түйе бұршақ, үрме бұршақ. Сондай бұршақтан, үрме бұршақтан жасалған 뜨거운 жылы кашаны, стек ботқаны жасап ішеді дейді. Міне ботқамыз. Жаңағы 던지죽 деген сосы. көріне қысыл лобиядан жасалған. 옛날 사람들은 던지죽이 귀신을 쫓아낸다고 생각했어요. бұрынғы адамдар осындай 던지죽, жаңағы үрме бұршақ ботқасы, 귀신 дегеніміз қалай аударып елес деген көрініс, қайтыс болған адам жаны сондай әруақ дей ма бізде адамдарға көрінеді. Кореяда 귀신дер апай айтады, ақ ханбок киіп алған, шашы жалбыраған бір әйел дейді. Сондай осы нені ішсе, осы үрме бұршақ ботқасын ішсе, солар жаңағы елестерді қуады деп ойлаған дейді бұрынғы адамдар. және 또 설날에는 먹는 대표적인 음식이 떡국이에요. 설날 дегеніміз кәрістердің жаңа жылы. Ай календары бойынша бірінші күн жаңа жыл. 설날 дейді. Сол кезде ішілетін негізгі тамақ осындай 떡국. Ток деген неге ұзындау болады. Осыны кесіп салған. Күріштен жасалған осындай дейді. Ағылшынша райс кейк дейді. Күріш торты дейма. Күріштен жасалған қамыр ұзын болады. Осыны негізі ішетін себебі ұзын ғой. Ішкен сайын жастарым ұзақ болады деп ойлайды. Және аппақ түсі. Ақ
ақ түс деген жақсы түс қой, барлығы ақ ашық болады деп ойлайды. жаңа жылда негізгі ішетін осы не тағам токук. Solnare는 음력으로 1월 1일이기 때문에 설날에는 떡국을 먹으면 나이를 한 살 더 먹는다고 말해요. жаңағы 설날 дегеніміз жаңағы ай календары бойынша бірінші айдың бірінші күні болғандықтан осы күні осы токкукты ішсе бір жас қосты деп айтады. Яғни жаңа жылда уже бір жас қосты деп бір жас қосып айта береді адамдар. Туған күн қашан болғанына байланысты жазда болса да жаңа жылдан бастап уже бір жас қосылды деп есептей береді. 그 밖에 겨울에 한국의 거리에서 푸너반이나 군 고구마를 파는 모습도 자주 볼 수 있어요. одан басқа қыстыгүні көшеде 푸너반 мынандай мөңке балық сияқты нан ішінде жаңағыдай мынандай үрме бұршақ қосылған және қант қосылған нан ішінде болады. Осындай сатып тұрған және күн көгума дегеніміз пісірілген, көмештелген деп аудардық қана қайтады. Көмештелген тәтті картоп. Кәдімгі картоп, бірақ тәттілеу болады. Тас қабаққа ұқсайды. Биологияда оны батат деп айтады екен. Біздің елде өспейді негізі. Индонезия, Кореяда көп өседі. және көшеде осындай сатып тұрғандарды көрсеңіз болады дейді. Мың вонға білмеймін, үшеуін сатып жатады. Міне осы қыстыгүні және жазда ішетін адамдардың ең көп жиі ішетін тамақтары осы чук, тонжи чук, токкук, 푸너반, 고구마, қыстыгүні 겨울에 여름에 먹는 음식, 자주 먹는 음식은 물냉면, 비빔냉면, және 삼계탕. тыңдағандарыңызға рахмет.